Сайрам ауданында халық пен билік арасындағы ашық диалог жалғасуда. Аудан басшысы Мадияр Оразалиев тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Әкімдіктің үлкен мәжіліс залында өткен жиынға салалық бөлім басшылары, ауылдық округ әкімдері және құқық қорғау органдарының өкілдері қатысты. Бұл мәселелерді жедел әрі заң аясында шешуге мүмкіндік берді. Қабылдауда әрбір тұрғынның арыз шағымы мен ұсынысы мұқият тыңдалды. Әрбір сауалға заң аясында нақты әрі тиісті түсіндірмелер берілді. Бір жылдан аса осы өтінішпен ауыл әкімдеріне сұхбат алу барысында өтініш тастап жүрмін. Ол списоктың ішінде өзіңіз де барсыз. Ол кәдімгі Сайрам ауданының туризміне арналған жоба. Соған өте ұзақ қарап Мадияр Мұхтарұлы, бізде де уақыт бар деген сияқты. Ішкі саясаты кішкене оперативно бір қойылатын үш сұрақ. Ол жерде біз кадр жинаймыз. Кадр. Соны ішкі саясат... Кім сізге не бермей жатыр? Былтырдан бері Қарасу ауыл әкімдігі. Телевидение көрсек қорқады олардың барлығы. Өзіңізден алайық. Сол күнді белгілеп кетейік бүгін. Сосын Ақбұлақ әкімі. В общем, жалпы бәрі қазір списокте бізде. Бәрі ауыл әкімінен кім қандай жұмыс атқарып жатқан, биылға қандай жоспары бар, несі бар, бәрін алды. Олар қорқады ғой телевидение көрсең, камера көрсең, жауап қорқады емес, это же андай нормальный нәрсе деген ғой. Сізбен қайырымды белгілеп кетейін, қазір уақытыңызды алмай. Айдар апаймен сөйлесіңіз да, бір уақытты қойыңыз. Көтерілген барлық өзекті мәселелер арнайы хаттамаға енгізілді. Ал дереу шешуді қажет ететін түйткілдер бойынша жауапты бөлімдерге нақты тапсырмалар жүктелді. Бұл күні қабылдауға келген тұрғындарды толғандырған мәселе әртүрлі. Мәселен, келгендердің бірі көршісінің мал асырауда тиісті талаптарды сақтамай отырғандығын айтып, наразылық білдірсе, енді бірі ауылдағы қоқыс тасымалдау жұмысының сапасын жеткізді. Шеше алмай жатыр. Ешқайсы білмеймін, бәрін аузын ақшамен жауып тастағанда, бәрін аузын ақшамен жауып тастаған. Шындық керек, маған айтты. Даже бұл аузымен бұқтады, тоқайыпқа бар деді ғой. Шаршадым. Мен бір емес 3 балам инвалид. Бәрі біледі. Ортада шлакоблок мына жерде менің үйімнің. Бала-шағаның бөлмесі. Терезе есік аша алмаймыз. Бір шығарған кезде 3 КамАЗ боқты бірақ шығарады. Бір шығарғанда. Қолынан келгенін істеді. Көшіп кет маған десеңдер. Қанша мал асырайды? Бір 50-60 мал бар. Жылқы да бар, қара мал да бар. Мынаны көріңіздер, мысалы, қанша мал деп ойлайсыздар? Ол малды өзінің определенный ауылдың сыртында ұстау керек шығар, ауылдың ішінде. Бұл жерден былай тойған адам мен ауылдың ішінде негізі рұқсат жоқ шығар, наверное. Елді мекеннің ішінде үйдің қасында мал ұстау. Мақұл, біреу екеуімен түсінігінде алып шығады мал. Мадияр Мұхтарұлы, бізде ауданда мал ұстау ережесі жоқ, бекітілмеген. Түркістан облысында бекітілмеген да. Сол негізі жергілікті мәслихат болмаса облыстық мәслихат бекітеді екен. Елді мекенде, кентте осындай нелерде осындай мал ұстау ережесі манша басқа дейін деген. Бізде 28-ші бұйрық болған, күшін жойып кеткен 21-ші жыл. Мақұл, енді мал ұстаған кезде де өзінің определенный бір несі болады шығар. Тазалап тұру керек. Тазалап тұру керек, бағанағындай шығарып оны сүйектерін өрте деген ол заңда жоқ шығар. Механистік очистка жасап тұру керек. Участковыйлармен бірге көріңдерші, ауылдың әкімі барыңдар, қолыңызды анықтаңдар. Сіздер де қосылыңыздар. Сесті де шақырыңыздар, Назира апай. Сесті де қосып беріңіздер. Басқа кәсіппен айналысында не ол? Далаға шықсам, мал сойып жатыр, 2 малды да. Өзінің определенный соятын жері болу керек шығар. Бәрін жауып тастаған аузын, бәрін жауып тастап. Білмеймін, немен жауып жатқанын түсінбедім. Ақшамен жауып жатыр ма, или басқа нәрсемен жауып жатыр ма? Болмайды бұл вообще. Одан кейін сізден тағы бір мына Мұса Жәлел көше ғой бізде енді мынау 93, мынау бер жағында поликлиника екеуінің ортасындағы тупик жол, машина қатты жүреді. Авария болып 2 машина соғысып, тупик жолға знак қойып берсеңіздер. Неге қойып қойған? Столбыға қойып қойған, оны ешкім көрмейді. Или жасанды жол кедергісі қойып берейін. Или сондай бір знак қойып қойып та, өйткені знак қоямыз, болмаса жасанды жол кедергісі қоямыз, бірақ сіздер халықпен кездесіп сөйлесіңіздер. Себебі сіз айтты деп, екеуіңіз айтты деп мен қойып беремін, ертең олар келеді да бізге керек емес деп айтады. Сондықтан да сіздер оны ақылдасып алыңыздар халықпен. Керек десе, давай. жоқ керек деп отыр барлығы. Знакты Баймырза бар ма? Транспорт жазып алды, барып бір өзің анализ жасап көр. Бола ма, болмай ма бағана знакты қоюға рахмет. Жасанды жол кедергісіне это уже второй вопрос. Кейін көреміз оны. Мен білмеймін. Мына мәселеңізді мен өзім мына ауылдың әкіміне айтып отырмын, мына полицияға да айттым. Сіз кім барлығы ветинспекция барлығы барады да көреді, анықтап. Протокол жазыңдар, полицияға беріңдер болды. Полиция штрафын ұрып береді шығар, наверное. Заңсыз сойырға, мал сойуға болмайды шығар негізі. Ол жерде определенный өзінің жері болу керек қой, мал соятын. Келіп оны былайынан ана жерге любой жерде соя бермейді ғой. Ол қанын ағызады, қаны қаяққа кетіп жатыр оны ешкім білмейді.
сондықтан да барлығы Оны көшеге де шығып сойды. Оны да екі-үш. бүгін коллективпен барады, коллектив болып барлығы барады да анализ жасап сөйтіп протокол жасап кетеді. Я көшім болмаса келіп тұрсын уже. Өзі де тұрып көрсінші, тұра ма екен, тұра ма екен. Сосын мусорды таңдап алады. Бош күннің ішінде тұрған мусорды алмай тастап кетеді. Кішкентай пакеттерді жинап қойған мусорды алмай тастап кетеді. Қарасу әкімшілігіне қайта видеода да суреттеп те тасталып Олар не ғой, жаңағы алып олар өздерінің бір определенный уақыты болады. Қазір суббота ма? аптасына бір рет. Әр аптаның 5-ші күні. Сосын ескерту болмайды, 5-ші күннің алдында мусор шығарып кетеді. Кейде келмей қалады. Сосын жазамыз түстен кейін. Сол күн жауап бермейді, ертесін суббота жоқ, кеше ала алмадық. Құдай қаласа бүгін ертең аламыз деп. Содан кейін жауап. Күн өтіп кеткеннен кейін барып ескертеді да. Қойсаңдар шақырылымдар. Қазір замещение жасағанда өткенде 14 гектарында Әйтеке биді ауылының ішінде 76 гектар толық. Біраз сурет, видеолары жүрді, 2 апта болды, 3 апта болды деп, ана шеткі көшелерге кірмейді. Менің өзімнің есімнің алдында мусорды да қапқа салып қойған мусорлар тұр, сосын пластмасс жәшіктер болды ғой, қапқа сыймады да бір-екі жәшіктер. Сосын велосипедтің покрышкілері, 2-3 покрышек тұрды, келді де қаптағыларды талды, аман тастап барады. Сөйтіп, мынау ол мусор емес қой дейді да, үйіңе кіргізіп қой дейді, надыр айтады. Айтам, мусор болмаса сувенирге өткізейді да бұны. Біраз сөз еді, өткенде әкімшілікке бар, Самат біраз нелер жаңағы ауыл тұрғындарының берген өтініштерін жады, суреттерін көрсетті. Өйтіп алмаймын, осы уақытқа дейін тегін алып келген. Мен енді кірмеймін Әйтеке би, басқа фирмаға өткізе беріңдер деп отказ жасадым. Қазір башқа 3 апта болды. Қазір көше башқа ауыл жаңағыдай шығарып қояды. 3 апта болды. Бұл жерде бірінші бізде көркем аймақ жұмыс істегенде ол жерде. Кейін Қарасу өлеңі конкурс нәтижесінде Қарасу өлеңі жеңімпаз болып істеген. Қарасу өлеңге көп шағым болған екен, көркем аймақтан екеуі Қарасу өлеңі мен Надыр екеуі келісіп Надыр кірген. Ал ол кезде осы Жанғалиөге көркем аймақ кіргізгенде жүрген. Ал ол кезде Жанғалиөге сол көркем аймақта жұмыс жоқ, сол жерде контролерден ақша жинап, сөйтіп жұмыс істеп жүргенде енді Надыр кіргеннен кейін соны қайта не қылды. Ал Надыр осы уақытқа дейін Әйтеке биді жақсы алған. Суретпен көрсеткенде макеттен жауы жоқ, қарамұрттан жауы жоқ. Неге мен Әйтеке биден лишний білезбін. Кіріс болса Надыр осы кісінің өзіне кіргізесің. Сөйлестердің жауап берген, ол кісі айқайлап. Жәке, кіргізіп айда қалатын өтпедің ба Надырға? келмейміз ма? Енді бәрібір көркем аймақта істепсіз ғой. Какая разница, көркем аймағы не Надыр кіріп давай айда қалатын болмаса директор болса Әйтеке бидің. Мен бұл жұмыс сұрап келген жоқпын. Жоқ, мен енді біріншіден босашығын ауыстырып берейін ба, компания қалай? басқа нормально жұмыс істейтін болмаса көркем аймақ болса көркем аймақты кіргізіп берсін. Енді сіздер қызықсыздар, 2 жыл бұрын оны как положено өткізіп, мен ананы алып тастап, мына кір деп істей алмаймын ғой. Енді кірмей ол үшін сен 3 рет әкіммен бірге акт жазасың, толтырасың. 3 рет емес. Қарасу біремге 7 рет, 8 рет әкім осы арада әкімнің өзі отырып оны оған сотқа береді. Сот ерте шешім шығарады. Сот тұрады да айтады, сіздер кәсіпкердің несін қысып жатсыздар дейді да, ол бұл кәсіпкердің сот несін сөйлейді, сөзін сөйлейді сот. ертең оны алып әкімшілік. Енді сонда шашылып жата берсін ба? Кірмеген адам не істейді? 3 апта болды қазір кіріп жатқан жоқ. Жоқ, ол 1,5 жыл болды тегін жұмыс істеп жатыр. 1,5 жыл болды, ауылдан ешқандай ақша алған жоқ. Ақша алмаса мен оған желкелеп, мына ақша халықтан жинап бермеймін ғой, мен оған айттым ғой, адамдарын жібер, үйден лицевой счеттарын алсын, договорға отырып, лицевой счетпен ауыл тұрғындары жазып жатыр, мына мусорға не істейміз, ақша төлейміз ба, кім алады, кімге төлейміз дейді. Әлі лицевой счет ешқандай тұрғынға ақша жүрген жоқ Надыр. Қазір келіп жатқандар ғой, 10% ақша төлеп жатыр. Жоқ, алып жатқан жоқ. Ақша алып жатқан жоқ, 1,5 жыл өтті тегін істеді. Енді кеше біз ауылдың билерімен, сол жақта Әйтекенің билерімен бәріне ақсақалдармен жолықтық, протокол түздік, енді газетке жіберіп, тарих бойынша 160. Кіммен жолықтыңыз Әйтекенге? Молдияр ағай бар. Тұр бізде список, протокол жазып, суреттеріне де бар. Аудан әкімдігі азаматтардың өтініштерін әрдайым назарда ұстамақ. Сайрам ауданында халықпен ашық диалог орнату және өзекті мәселелерді кезең-кезеңмен шешу жұмыстары алдағы уақытта да жалғаса бермек. Абай Омар, Дастан Әділбек, Кемел арнасы.